Мен жаңа айттым ғой, құрбыммен кафеге барып келейінші деп, иә? Иә. Сол жерде біз сөйлесіп тамақтанып отырған кезде менің қасыма Мейрам киностудиясы келіп мені киноға шақырды. Және де біз фотоға түсіп алдық қазір. Телефоным қайда? Міне ескі телефоным жатыр ғой. Міне мен өзіме жіберіп қойдым. Ой. Міне, қараңыз. Ол не үшін сені шақырды? Және де ол саған не үшін керек? Пап, сіз әлі түсінген жоқсыз ба? Ол мені киноға шақырды. Және де барлығын өзім төлеймін деді. Өзіңіз сөйлесіп көріңіз, міне. Алло? Саламатсыз ба, сіздермен бірге Мейрам киностудиясы сөйлесіп тұр. Бұл шынымен де Мейрам киностудиясы ма? Иә. Негізінде менің қызымның аты Дилей болатын. Және де Дилей, сіздер шынымен де Дилейді киноға түсіруге шақырдыңыздар ма? Иә, сіздің қызыңыздың мінезі де, түрі де біздің главный актрисаға өте қатты ұқсайды. Сондықтан да біз осы сіздің Дилейіңізді біздің киностудиямызға шақырғымыз келеді. Мен оның бәрін... Стоп. Ал оның ақшасы неше болады? Сіз ақшасы туралы ойламай қойыңыздар. Ақшасы туралы мен бәрін өзім істеймін. Самолетқа да, үйіне де, тамағына да бәрін өзім төлеймін. Сіздерде айына $100 аласыздар. $100 дегеніміз ол 400 мың теңге. Ё-моё, 400 мың теңге? Біз ол ақшаға өзіміздің анамызды құтқара аламыз операциядан. Ол неше күн бойы созылады? 1 ай болады. Қай қалада? Астана қаласында. Жарайды қазір. Дилей, ау. Біз енді сенің осы киноға түсетінің үшін, біз айына 400 мың теңге алатын боламыз. Бірақ сабағыңда не болады? Пап, білесің ғой, онлайн оқуға болады. Менде планшетім бар, ручкам бар. Вот солармен оқимын. Онлайннан ештеңе түсінбейсің. Енді не істедік? Дилей ешқандай онлайн емес. Пап, жарайды, мен онлайн оқимын. И еще мен алдын ала тақырыптарға дайындалып, үй жұмысын жасап, тақырыптарды оқып, дайындалып отырамын. Шын айтамын, пап, бұл менің үлкен шансым, анамды құтқара аламыз ғой. Жарайды. Бірақ анам ше? Иә, бірақ. Онда сіз анама айтпаңыз. Анам білмеу керек. Мен сабақта және де үйде екенді айтыңыз болды. Егер Дилей қайда десе, онда ол сабағында. Осы кездері сабақтары 7 сабақ болып жүр. Бірақ өтірік айтуға болмайды ғой. Енді бізде басқа амал жоқ. Анам маған рұқсат бермейді ғой. Иә, бірақ. Жарайды, бара ғой. Дилей, кетесің ба не? Я кетем. Енді 1 ай ғана ғой, әкеммен отыра тұрасың үйде. Жалғыз өзің ешқашан қалмайсың ғой, папам сен жалғыз өзің қояды дейді ма? Алло? Кастинг қашан болады? Ертең. Сағат нешеде? 11-де таңертең. Жарайды. Сабағын туралы ойламай қойыңыздар. Ол онлайн оқиды. Сау болыңыз. Қызым, кастингің телефонында. Кастингің сағат ертең 11-де болады, сондықтан да дайындала бер кастингға. Ертең кастинг? Жарайды. Маяқта қандай киімдер жуынып жатыр? Қызым. Ол жерде мен сенің мешоктарыңнан, сенің бұрынғы біз басқа бір үйде тұрдық қой, сол жердегі киімдерін тауып алдым.
міне вот біз кеттік иә онда. Қандай киімдер жуып болғанда? Папның ақты только киімдер емес, чемодан да бар ғой. О, бұлар, кстати, маған... Вау! Қандай әдемі киімдер менде болған. Точно мен бұларды есіме түсірдім. Так, мына кітаптар маған керек емес. Бұларды папмен тоже алам, қорқпаңыз. Так, мен де кішкентай кезімде қандай күшті киімдер болған. Қайдан таптыңыз оны? Балконнан тапқам. Анаң айтып жіберді, сол жерде киімдерің бар деп. Неге оны бұрыннан бері айтпады? Білмеймін, анаңнан сұрап көр. Мен неше киім? Не ладно. Менің бұрынғы планшетім осымен сабақ оқуға болады. Ал мынау не? Панама! Жарайды, пап, уже түн болып жатыр екен. Өзіңіз де қарағаңыз. Иә, біз қызым екеуміз жоқтайға жатық. Мен ертең кастингке барамын. Будильник, все. Пижама. Ана қыз. Өшіп келінші. Әкем әлі тұрмаған ба? Сағат неше болды? 9 болып жатыр. Нормально. Не пісірбесем болады екен. Капуста мен ет. Обе. Все. Және де сок. Эх, ас поздно. Болды, кеттім, киімімді киіп, дайындала берейін. Әдемі киім кию керек. Вау, өте әдемі киім. Кастингке де жарайды. Және де өзіме керек заттарымды, яғни сумкамды алып алайын. Так, планшет, телефон обычно, кілттер. Сыртынан кілттеп кету керек, әйтпесе вряд ли папамдар бір жерге барады. Панамамды кетсем странно болып қалады ма? О, нормально. Болды. Осы заттарымды алып барайын болды. Папама ескертіп кетейін. Пап, мен кастингке кеттім. Сыртынан кілтеп кетші. Аха, все, давайте, пока. Так, қай жерде болады екен? Қазір телефоныма қарап жүрейін. Кинотеатр. Қандай район? Так, Думан. Түсінікті, Думан. Міне, кинотеатрға кірдік. Менді күшті адамдарды таңдадық қой. Жеңетін шығармыз. Я менде көп адамдар болу керек. Саламатсыздар ма? Қазір мен сценаны өзгертемін. Саламатсыңдар ма? Балалар, ата-аналар, үлкен адамдар. Және де құрметті оқушылар, немесе білмеймін кімдер. Және де біздің сериалымыздағы, біздің ютубтағы түскен адамдар. Біз қазір сіздерге модельдерді, яғни кастингті көрсететін боламыз. Ал біздің кастингіміздің басталуына әлі 10 минуттай бар. Қыздар, үстіндегі күшті болатыр ма? Сендерге ұнап отыр ма? Я, бай, күшті болатыр.
мә жасыл адамдар болса. Ой, менің қызым бар ма? Менің жігітім келді ме не? Келмеді ма? Туф бір. Тезірек дайындалайық. Оф, мен кешігіп қалған жоқпын ба? Жоқ, біз енді ғана дайындалып жатырмыз. Я, біз енді ғана дайындалып жатырмыз. Не? Бұл менің одноклассницам ғой. Сен вообще сенен актриса шықпайды, мен саған айттым ғой, неге түсінбейсің? Модель типа. Мен осылай келдім. Әдемі ме? Сіздің нарядыңыз барлығынан да әдемі көрініп тұр. Өте әдемі наряд екен. Қайдан алдыңыз? Кореядан. Менікі Қытайдан. Мен заттарымды қалсам болады ма, я? Жарайды, мына жерге қоя берейін. Қазір спокойствие істеңіздер. Просто былай 1, 2 деп келесіңдер болды. Былай 1, былай 2. Сосын сендерден кастинг алынады. Болды, давайте, сапқа тұрыңдар. Кім бірінші, кім екінші, кім үшінші, кім төртінші болады. Қазір соны көреміз. Кім бірінші выступать еткісі келіп тұр? Кім? Мен, пожалуйста. Жоқ, мен. Кім нешеде? Мен 12-демін. 12 болып саған әлі кішкентай емес па? Жоқ. Любой адам киноға түсе алады, кішкентай болса да. Давайте. Бірінші сен тұра ғой, екінші сен тұра ғой. Үшінші сіз тұра қойыңыз. Бір ата какой-то. То есть мужчина. Давайте. Түсіндіңдер ғой, я? Я бәрін түсіндік. Так, тезірек. Біздің выступлениеміз начинается. Ал бірінші дубль. Уф. Бізге мяу сөзін қалай айтасың? Мау. Жарайды. Қалай жылайсың? Жарайды. Қатыра бер. Келесі. Мен точно жеңемін. Неудачники. Бізге, мысалы, саған біз бір нәрсе алып бергенде, өзіңнің сүйікті нәрсеңді, соны көргенде қалай таңғаласың? Реакцияңды көрсетші. Вау, маған ба, рахмет. Все. Жарайды. Енді қалай күлесің? Ха. Не, трәбер. Көреміз. Сіз қалай күлер едіңіз? Қалай жылар едіңіз? Жарайды, тұра беріңіз. Келесі, сенде шанс жоқ. Сіз қалай гав ететін едіңіздер? Гав. Жарайды. Ал қалай сіздер таңғалатын едіңіздер? Вау! Саған! Өте беріңіз. Сізге сәттілік тілеймін, сіз ең әдемі қыз болдыңыз. Рахмет сізге көп. Неудачница. Сіз сізге бірдеңе алып бергенде қалай қуанатын едіңіз? Мынау шынымен ба? Маған ба, неме? Көп рахмет. Вау. Жарайды, ал егер сіз пистолетпен атып жіберсе, сіз қалай
қоятын едіңіз? Жоқ. Өте күшті. Ең бірінші рет қатырсаңыз. Енді сіздер дауыс беріңіздер. Мен айтайын. Такс. Тұрамыз. Бірінші мен... Жоқ қазір. Патрондар, все. Бірінші мен екінші шығады. Маған және де қалған көрермендерге ұнаған жоқ. Түф, айтып едім, сендер жамансыңдар. Қатыспай қою керек еді бұл сақымды алып. Оған шейін бір кино түсіріп тастайтын едім, сендер сіз. Мен шынымен де жеңіліп қалдым ба? Жоқ, сіз маған екінші сөз беріңдерші. Болды. Шығыңыз. Мен оны ойламаппын. Қалған 3 осы адамдар өте күшті выступлять етті. Сондықтан сіздер міне ең бірінші қызға неше балл қоясыздар? Мен